Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Егер де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Бүгін мен сіздерге осы кішкентай ғана фикусты қалай мен перлитте тамырлатқаным жөнінде сіздерге кішкентай ғана видеоролик түсіріп көрсеткім келіп отыр. Міне көрсеңіздер, мен осы фикусты өткен бір ай бұрын қызымның фикусын еккенмін, маған егіп дұрыстап берші деп әкелгеннен кейін. Сол кезде мен үстіңгі жағын қиып тастағанмын, сөйтіп суға отырғызып қойғанмын. Ол 3 өскін болды, оның біреуі өспей қалды. Сонымен осы екеуін мен осы пеллеттен алмай, беті кепсе аутауық су құйып тұрдым осы пеллетке. Содан енді көрсеңіздер, бұл осы пеллетте отырып мынандай болып жақсы болып тамырланды. Сонда біз мынандай өскіндерді пеллетте де тамырлата беруімізге болады екен. Енді осыны мен үлкендеу ыдысқа еккім келіп отыр. Бұл жақсы тамырланды, міне өздеріңіз көрсеңіздер. Қазір бұл фикус бенджаминге мен мына өзінің пеллетінен шамалы топырағына қосамын. Бұның топырағы бұрқылдақ болу керек. Мен топырағына кокосовый субстрат алдым, сосын кішкене вермикулит қостым, өзінің пеллетін қостым. Енді осыны жақсылап араластырып, осындай жақсы бұрқылдақ топырақ шығарамыз. Негізі кокосовый субстрат ол жақсы өсуіне, гүлдердің тамырларының су сіңіруіне көмектеседі. Сосын топырақты өте жеңіл қылып тұрады. Кокосовый субстратта егілген гүлдердің ыдысқа құйған су топырақта тұрып қалмайды, бірден ыдысына ағып кетеді. Енді мен мынандай кішкентай ғана ыдыс алдым. Бұған мынандай қылып салдым қалқа. Енді қазір осыған кішкене ғана топырағымызды салып, гүлімізді егетін боламыз. Мен осы екі өскінді бірден осыған отырғыза беремін, бөлмеймін. Міне осылай отырғызамыз. Фикус бенджамин ол су бүріккен жақсы көреді. Сондықтан да бұған күніне болса тіпті жақсы болады. Ал егерде сіздердің қолдарыңыз тимей, күніне бүйтіп су бүркей алмасаңыздар, бұл кезде 2 күнде бір, 3 күнде бір бұл гүлге су бүркіп тұрсаңыздар, бұл гүл жақсы болып өсетін болады. Жақсы тамырланады, жақсы мынандай өскін береді. Міне сіздерге менің видеом пайдалы болды деген ойдамын. Сіздерде фикустарыңызды осылай қиып алған бұтақтарын тамырлатып түсірсеңіздер болады. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.